Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Сабақтарыңызда қолданылатын креативті слайдтар, түрлі қызықты ойындар жасауға арналған платформамен таныстырғым келеді. Ол үшін сіздер Google-дың іздеу жолағына ағылшын тілінде Genially деп жазасыздар. Мінекей Genially деп платформаның үстіне бір рет черту арқылы осы платформаны іске қосатын боламыз. Бұл платформа ағылшын тілінде болғандықтан өзіңізге ыңғайлы тілді таңдап алып жұмыстануға болады. Ол үшін мышканың оң жағын басып перевести на казахский немесе 3 точканы басу арқылы выбрать другой язык деп өзіңізге жаңағы ыңғайлы тілді таңдап алып жұмыстануға болады. Енді сіздер осы платформамен жұмыс жасау үшін міндетті түрде почтаңыз арқылы тіркелуіңіз керек. Мен тіркеу жұмыстарынан өткендіктен осы платформаға автоматты түрде кіріп отыр. Енді бірінші бетте осылай сіздің жасаған жұмыстарыңыз сақталып тұрады. Енді мейірімді түрде жасаңыз деген кнопканы басамыз. Басқаннан кейін бізде осындай бетте ашылады. Бұл платформада не жасауға болады? Презентациялар жасауға болады, инфографикалар, геймификация, интерактив суреттер, бейнелер және гидтер жасауға болады. Енді мен бүгін сіздерге қызықты бір ойын түрін көрсеткім келіп отыр. Ол үшін геймификация жасаудың үстіне бір рет басамын. Басқаннан кейін бізде түрлі қызықты ойындар жасауға арналған шаблондар шығады. Осы жерден кез келген шаблонды алып, қызықты ойын түрін жасап шықсаңыз болады. Енді мен бүгін сіздерге жеңіл дөңгелек ойынын көрсеткім келіп отыр, қалай жасау керек жолын. Енді бұл жерде плюс батырмасын басасыз. Басқаннан кейін осы үлгіні пайдаланыңыз кнопкасын басасыз. Енді қазір бізде осы ойынның шаблоны ашылады. Бұл бізге берілген шаблон күнделікті өзіміз жасап жүрген PowerPoint-тың үлгісі ретінде беріледі. Осы үлгіні өзгерту арқылы ары қарай жұмыстарыңызды жасасаңыз болады. Енді бұл жерде ағылшын тіліне қайтадан ауысып кететін болса, перевести на казахский деп қайтадан тілді ауыстырып алуыңызға болады. Енді бұл жерде не қосуға болады? Мәтін қосуға болады, кескін, яғни суреттер қосуға болады, ресурстар қосуға болады, интерактивті элементтер, смарт-блоктар қосуға болады, аудио, бейне, жаңағы видеороликтер қосуға болады, фон қоюға болады. Енді осы жұмысымызды жасау арқылы ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Мына жерде дөңгелекті айналдырыңыз деп жазамыз қазақша. Айналдырыңыз. Мінекей, осы жазған сөзімізді шрифтін үлкейтуге болады. Және түсін өзгертуге болады. Өзіңіздің фантазияңызға байланысты өзгертіп алсаңыз болады. Мына жерде жырнылуға болады. Мінекей, егер керек емес сөздер болатын болса, үстінен бір рет чертіп, delete пернесін басып, кетіріп тастауға болады. Енді мына жерді өзгертеміз. Жеңіл дөңгелек ойыны деп өзгертсек болады. Енді бұл жерде тоже сондай шрифтін өзгертуге болады, жирный қылуға болады, курсив немесе астын сызуға болады. Так, енді екінші бетке өтеміз. Екінші бетте мына жерде 0 points деп тұр. Points деген ұпай. Енді астында for 25 points деп тұр. Бұл жерде қазақша аударған кезде 25 ұпай үшін деп жазылады. Енді 25 ұпай үшін осындай сұрақтар беріледі. Осы сұраққа оқушылар жауап беру керек. Бізде алдын ала дайындалған жаңағы тесттеріміз бар. Сол тестті осында алып келеміз. Ол үшін Word бағдарламасына кіреміз. Кіргеннен кейін жаңағы сұрақты көшіру арқылы осында алып келеміз. Копировайтты басамын. Мына сұрақты кетіріп тастап, Ctrl-ны баса қоямын. Сол кезде көшіріліп алып келеді. Енді бір маңызды айтып кететін жағдай сіздерге. Дұрыс жауабын алып келемін, бірінші көшіріп. Осы жерде жауаптардың үстіне басқан кезде міне келесі деп тұр. Сосын бетке өту деген бар, міне бетке өту деген екеу екен міне. Енді
осы сұраққа бала дұрыс жауап берген жағдайда келесі бетке өту керек. Сол үшін мен жаңағы дұрыс жауапты келесі бетке қоятын боламыз. Міне Ctrl-V-ны басып, жаңағы жауабымды алып келдім, осында дұрыс жауабымды. Енді үлкейіп кетсе шрифттарын өзгертуге болады. Міне жоғарыға, астына өзгертуге болады. Енді қалған екі жауабын копировать, вставить етіп алып келетін боламын. Ctrl-V-ны басамын. Мына жерде үлкейіп кетсе, тоже шрифтін кішірейтіп жазамын. Және үшінші жауабы көшіріп алып келемін. Осында вставить етіп алып келемін. Егер үлкейіп кетсе, шрифтін кішірейтемін. Енді бұл екінші беті. Енді үшінші бетіне өтеміз. Үшінші бетін өзгерту үшін points дегенді кетіріп тастаймыз, ұпай деп жазамыз. Астына right деген дұрыс деген. Егер бала дұрыс жауап беретін болса, дұрыс деп шығады. Дұрыс жауап бергеннен кейін не істеу керек? Экранда қандай сөз шығу керек? Сол жазылады. Дөңгелекті айналдырыңыз. Дөңгелекті айналдырыңыз деп шығады. Мінекей осылай барлық бетті өзгертіп шығамыз. Келесі 25. Бізде 25 ұпай бар. Енді біздер 100 ұпай алу үшін мына сұрақтарға жауап беру керек. Ол үшін 100 ұпай үшін деп жазамыз. Астына екінші сұрақты алып келеміз. Көшіріп алып келу арқылы копировать, мұнда вставить етіп қоямыз. Мінекей келді. Енді бірінші дұрыс жауабын алып келеміз. Міне сызық деп. Дұрыс жауабы сызық. Енді қараймын, жаңағы сұрақтың үстіне басам, мынау бетке өту, мынау да бетке өту, мынау келесі бет. Яғни дұрыс жауабы осы болады. Осының үстіне қоямын, вставить етіп. Енді қалған екеуін алып келемін осында. Сурет және нүкте. Копировать, вставить ету арқылы осылай алып келетін боламын. Енді бізде екінші сұрақ кетті. Мінекей мен барлық сұрақтарды енгізіп шықтым. Өзгертулер арқылы 6 сұрақ жауап. Сіздердікі одан да көбірек болатын болса, онда жоғары жағында бет қосу деген бар. Плюс батырмасын бассаңыз, бет қосу беттесі ашылады. Осының үстінен таңдап, міне қосу батырмасын бассаңыз қосылады. Енді ең соңында барлық сұраққа жауап берген үшін оқушыларға қызықты болу үшін құттықтаймыз, жүлдеңізді таңдаңыз деген таңдау шығады. Мына жерде таңдауды өзіңіз өзгертсеңіз де болады. Бұл оқушыларға өте қызықты болады. Енді осы жұмысты көру үшін жоғары жақта қазіргі деген бар. Яғни ойнатып көру үшін. Қазіргі деген кнопканы басамын, басқаннан кейін бізде осы ойын шығады мінекей. Дөңгелекті айналдырыңыз, жеңіл дөңгелек ойыны. Енді осыны кез келген интернеті бар компьютерлерде қолдансаңыз болады, осы сілтеме арқылы. Мінекей айналдырамыз. 25 ұпай алу үшін біз осы сұрақтарға жауап беруіміз керек. Дұрыс. Дөңгелекті айналдырамыз. Екінші 100 ұпай алу үшін осы сұраққа жауап беруіміз керек. Келесі 75 ұпай алу үшін біз осы сұрақтарға жауап беруіміз керек. Сұраққа жауап береміз. 500 ұпай алу үшін біз осы сұрақтарға жауап беруіміз керек. Мінекей, бала дұрыс жауап бергеннен кейін өзінің жүлдесін алады. Кез келген таңдайды, үстінен басқан кезде. Оқушыларға өте қызықты болады. Видео ұнаса менімен бірге жасап көріңіздер. Маған пікір жазып лайк басыңыздар, маған тіркеліңіздер. Келесі сабақтарда
креативті слайдтар жасау және қызықты ойын түрлерін көрсететін боламын. Және өздеріңіздің әріптестеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар.